Ал қадірменді ағайын, сіздермен Хашр сүресінің 22-24 аяттарының талдауына тоқталып өтейік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хуаллаху-ллази ла илаха иллаху. Мына жерде мінекей тоқтамаған негізі абзал, бірақ біз тоқтадық. Енді демге байланысты тоқтасаңыздар болады. Бұл жерде тоқтасаңыздар ештеңе етпейді. Харам емес, немесе күнә болып есептелмейді. Енді біз мына жерде мынаны аятул күрсіні талдаған кезде біз мына жерде айтқан болатынбыз. Ла илаха сөзінің ләмін, бұл енді мәтті мұнфасыл екіге де созуға болады. Төртке созған абзал деп. Ла илаха деп ләні төртке созған абзал. Иллаху, байқасаңыздар біз иллаху деп мәт қып тоқтадық. Мына ваудың харакаты оқылған жоқ, я? Біз оны мына ережеден білеміз. Мына ережені өткен едік қой. Егер сөздің соңғы әрпі вау және я әріптері харакатты болып, мысалы вау мына жерде сөздің соңында харакатты болып кеп тұр. Және де ваудың алдындағы даммалы болса, мінекей, ваудың алдындағы даммалы болып кеп тұр. Ондай жағдайда қандай болады? Немесе яның алдында қалып кәсірәлі болса, мінекей мынандай. Алдында қалып кәсірәлі, я харакатты болып келсе, я. Онда харакаттар оқылмай, сол тоқтаған кезде, я, мына жерде уақыф, мінекей, тоқтаған кезде, уақыф өтіп жатыр қой, тоқтаған кезде харакаттар оқылмай, мәт табиғи ретінде тоқталады. Яғни мына жерде біз тура солай тоқтадық, мінекей. Ла илаха иллаху. Яғни харакат оқылған жоқ, ваудың, өйткені оның алдындағы әріп даммалы және вау өзі харакат болып келіп тұр. Сол себепті тоқтаған кезде ваудың харакат оқылмайдыдағы алдындағы әріппен қосылып мәт болып оқылады, солай мәт қып тоқтаймыз. Иллаху деп. Алимул ғайби ва шахадати хуар-рахманур-рахим. Бұл жерде де тоқтаған кезде мәт артқа айналып кетеді, я? Мына жерде ережелердің бәрі түсінікті деп ойлаймын. Мәттер бар, мінекей, бұған көңіл бөліңіздер. Хуаллаху-ллази ла илаха иллаху. Бұл жерде де тура мына жердегідей тоқтадық. Тоқтамай өтіп кетсеңіздер де болады. Тоқтамай өтіп кетсеңіз иллаху ал-маликул-қуддус деп ары қарай оқып кете бересіз. Ал тоқтаған жағдайда Хуаллаху-ллази ла илаха иллаху Ал-маликул-қуддусу-саламул-муъминул-азизул-джаббарул-мутакаббир. Мына жерде ра әрпі жіңішке болып тоқталады, я? Ра әрпінің алдындағы әріп кәсірәлі болса, ра әрпі сукун болып тоқталған жағдайда ра әрпі әл-мутакаббир деп жіңішке болып оқылады. Және мына жерде тоқтау белгісі тұр, я? Бұл жерде тоқтаған абзал. Ал жерде әл-муъмину деген кезде хамзаның үстіне сукун келсе, оның оқылуын біз айтқан болатынбыз. Әл-муъмину деп кішкене қаттырақ оқимыз. Субханаллахи амма юшрикун. Мына жерде енді бәрі түсінікті деп ойлаймын. Мәт бар, мінекей, мына жерде де мәт созасыздар. Юшрикун деген кезде ра әрпі жіңішке оқисыздар, я? Өйткені ра әрпінің алдында қарап сукун болып келіп тұр, ра әрпі кәсіра болып келіп тұр. Юшрикун. Хуаллахул-халиқул-бариул-мусаввиру лахул-асмаул-хусна. Мына жерде мінекей мәт бар. Бариу. Мына жерде я кеп тұрғанмен, я хамзаның тірегі болып тұрғанмен, хамзаның бұл жерде өзі оқылады, я? У болып өзі оқылады. Бәри, ал біз енді хамзаның оқылуын айтқанбыз, сөйлем жаңадан басталғанда, я? Мысалы, егер мына жерде яны оқитын болсақ, біз бәриу деп бірге римен бірге қосатын едік қой, ал мына жерде хамзаны бөлек оқимыз. Әл-бариул-мусаввиру лахул-асмаул-хусна. Мына жерде енді мәттен кейін мәт созу себебінен болған хамза кеп тұр, және екеуі бір сөзде кеп тұр. Сол себепті бұл мәтті мұттасыл болады, бұны төртке созамыз, я? Лахул-асмаул-хусна. Мына жерде де тура солай. Мінекей, я әрпінің мына жерде мәт болып, болып оқылатындығын сізге көрсетіп қойған. Яғни, я әрпінің алдындағы нун әрпінің харакаты екіге мәт болып созылатындығын көрсетіп қойғанбыз. Яғни, біз мәт әрпін өткен кезде айтқанбыз, я? Вау немесе я әріптерінің үстіне осындай белгі келген кезде ол болып оқыла береді.
Әл-хусна деп кішкене екіге мәтке созып тоқтайсыз. Мына жерде тоқтау белгісі тұр. Юсаббиху лаху ма фис-самавати вал-ард. Мына жерде мінекей дамир бар, екіге созасыз. Одан кейін мына жерде вал-ард деп сукун қылып датқа тоқтадық. Датта яғни қалқала жасалмайды. Вал-ард ва хувал азизул хаким деп мәт әріппен мінекей аяқтаймыз. Алла тағала білімдеріңізді арттырсын. Қадірменді достар, мінекей Хашр сүресінің оқылуы, талдануы осындай. Иншалла үйде жақсылап қайталаңыздар.